Ұлттық бірыңғай тестілеуді ағымдағы жылғы 20 маусым мен 5 шілде аралығында қағаз форматында өткізу жоспарланған. Карантиндік шектеулердің сақталуына байланысты елдің барлық аймақтарында күшейтілген медициналық санитарлық шаралар енгізіледі. Ғимаратқа кіргізу кемінде 2 метр арақашықтықты қатаң сақтау арқылы маскалық режимде жүзеге асырылады. Дезинфекцияның бірінші кезеңі сыртқы киімді дезинфекциялық ерітінділермен залалсыздандыратын арнайы тоннель арқылы өту. Одан кейін тестіленуші аяқ киімін және қолын санитайзермен дезинфекциялайды. Келесі кезеңде тестіленуші термобақылаудан өтуі тиіс. Тестіленушіде дене қызуы анықталған жағдайда, оған кезекші медициналық қызметкерлердің бригадасы шұғыл көмек көрсетеді. Тестіленуші сәйкестендіруден өтеді. Тексеруші мен тестіленуші арасындағы арақашықтық сақталады. Медициналық санитарлық бақылаудың барлық кезеңдерінен өткен соң тестіленушіге респираторлық маска беріледі. Тестіленуші өз денсаулығының қанағаттанарлық жағдайын, ұлттық бірыңғай тестілеудің өткізу ережелерімен танысқандығын және тыйым салынған заттарды алып кіру үшін жауапкершілігін растап қол қояды. Келесі кезең металл іздегіштен өту. Тыйым салынған заттар табылған жағдайда тестіленуші тестілеуге кіргізілмейді. Әр қабаттағы дәліздерде санитайзерлар орнатылады. Заттардың бетіне қол тигізуді барынша болдырмау үшін дәліздер мен аудиториялардағы барлық есіктер ашық болады. Аудиторияда тестіленушілерді отырғызу кемінде 2 метр арақашықтықты сақтау арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте аудитория үнемі желдетіліп тұруы тиіс. Тыйым салынған заттарды алып кіргендігі және қолданғандығы үшін тестіленуші аудиториядан шығарылып, нәтижелері жойылатындығын еске саламыз. Сонымен қатар тестілеуден кейін барлық бейнежазбалар қаралады. Тыйым салынған заттарды қолдану фактілері анықталған жағдайда тестілеу және конкурс нәтижелері жойылуы мүмкін. Құрметті тестіленушілер, ұлттық бірыңғай тестілеуді сәтті тапсыруға тілектеспіз.